Сәлем достар, бүгін бесік жабдығымыздың 3-ші бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімде біз бесік жабдықтарымыздың тізе жастықшаларын тігетін боламыз. Бұл міне бізде 4 жастықшадан тұрады. Бұлар бізге не үшін қажет? Балапанымыздың жатқан кезде тізе жақтары көтеріліп тұру үшін, яғни матрасымыздың түсіп кеткен, оны ойықтың арқасында түсіп кеткен жерлерді көтеріп тұру үшін қажет болады. Енді біз өлшемін аламыз. Біз тігінен 2 жастықшаның өлшемін аламыз. Ол үшін жалпы матрастың ені бойынша өлшемін алып, соны 2-ге бөлеміз. Ол бізде осы жастықшаларымыздың ені болып келеді. Және де ұзындығын, міне көріп тұрғандарыңыздар, матрастың ойық жерлерін басталған жері мен аяқталған жерін аламыз. Шамамен өздеріңіз қарайсыздар. Бұл біздің сол жастықшаларымыздың ұзындығы болса, тағы да айтамын, ойық жерін басталған жері мен аяқталған жері. Ал мынау бізде ені болып келеді жастықшаларымыздың. Енді келесі жастықшамызды ұзындығын керісінше бізде матрастың ені болып келеді де, ал мына жақ ені оның ойықтың басталған жері мен аяқталған жерінің жартысы болып келеді. Міне мынау жалпы болса, соның біз жартысын аламыз. Бұл міне бізде 2-ші жастықшалар болады. Соның дәл 2-шісінде солай істейміз. Сонда біздің ойығымыздың барлығын жауып тұрады үстінен матрасымыздың. Енді оларды қию үшін біз 4 қабаттап аламыз матаны. Бұдан бізде 2 жастықша шығады. Мінекей осылай өлшеп алып болғаннан кейін, бұл бізде тігінен болса, енді мынау ені бойынша жастықшаларымыз. Көрдіңіздер ме? Міне осындай болу керек. Шамамен сіздер өздеріңіз көзбен де қарап алуларыңызға болады. Негізі сіздерге белгілі болады, әр бесік әртүрлі болғандықтан. Мына жастықтарымызды тігер кезде міне осынша орын қалдырамыз, теріс айналдыру үшін. Тігіп болғаннан кейін бұрыштарын қиямыз барлығының, айналдырғанда жақсы болу үшін. Одан кейін мақталарды әдемілеп үлпілдетіп саламыз да, ақырын ашық жеріне қарай ораймыз да оң айналдырамыз. Немесе оны бірден ашып оң айналдырып та ішіне мақтаны салуға болады. Болғаннан кейін сол бұрыштарын ашық тұрған жерлерін ішке қарай қайыра отырып машинамен тігіп тастаймыз. Немесе қолмен де білдіртпей жасырын тігістермен тігіп тастауға болады. Мамықтатуымыз міндетті түрде болу керек, өйткені мақталар түйіліп қалады, ақырын салып отырамыз. Міне, енді қойып көрген кезде бізде осындай болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай, балапанымыз жатқан кезде аяғы көтеріліп тұру үшін, яғни өзінің денесінің деңгейінде болуы үшін. Тігіп болғаннан кейінгі нәтижеміз осындай. Келесі видеоны күтіңіздер. Әрі қарай видеода біз бесіктің бауы мен чехолын тігетін боламыз. Сіздермен болған Айсұлу. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, және де Instagram парақшама кіріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.